қатты клубника жегім келіп кетіп базардан барып клубника алып келдім. Клубникалар кәдімгідей арзандап қалыпты. Бұлардың барлығын жақсылап жуып кептіріп қойдым. Кептіріп боламын дегенше мына жақта шоколадтарын дайындап қойдым. Біріншісі менде Милка, екіншісі Альпенгольд. Бұлардың барлығын микроволновкада ерітіп алдым. Микроволновкада ерітіп болғаннан кейін құлпынайларымның барлығын шпажкаға тығып шоколадқа батырып шықтым. Негізі маған құры құлпынайдың өзін жегеннен гөрі шоколадқа батырып, осылай клубника в шоколаде қылып жегім келеді. Алдында клубника в шоколаде жоқ кезде құры құлпынайдың өзінде жей беретін еді ғой. Бұлар кейін шықты. Осылай күшті қылып үстінен шоколадын сеуіп, құлпынайларымды жақсылап дайындап алып, шаймен күшті қылып жеп алдым. Сіз де менің рецептіммен дайындап көріңіз құлпынайларыңызды. Және күшті осындай қатты болып шығатынына сенімдімін. Ішін қараңыздаршы, қандай күшті болып шықты. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін.